Mine құрметті көрермендер, Түркістан қаласындағы Ахмет Яссауи мешітінің артқы қорғанынан кірдік. Міне әдемілеп жасалған, өте күшті гүлдендірген. Анау жақта тұрған әне Әзірет мавзолейі. Қазір мына жолымен мавзолейге жақынырақ барамыз. Міне мавзолей тұр. Бұл мавзолейдің де салынғаны өте керемет. Өйткені Әмір Темір кезінде әскерлердің бәрін қаз-қатар дізіп қойып, сайрамнан кірпіш жасатқан дейді. Ол кірпіш жасатқан кезде кірпіштерге түйенің жүнін, аттың қылын, жұмыртқаның сарысын, саз балшыққа салып, күнге кептіріп, бір қалыпта ұстап, одан кейін отқа қыздырған кезде жаңағы ішінде қылдар жанып кетеді, ұсақ-ұсақ тесіктер болады кірпіште. Сонда қалаған кезде кірпіш дем алып тұрады, ішіне ауа кіріп. Міне оның 2 ғасырда сақталуы міне осыдан деп дайындауға болады. Міне қараңыздар, қандай керемет. Өте әдемі салынған. Жалпы Ахмет Яссауиді үлкен жөндеуден өткізді. Осы жөндеуден Түркияның құрылысшылары келген болатын. Сонда айтатын тағы бір қызығы, мына Ахмет Яссауидің фундаментінің бәрі 3 метр қамыстан әбден басылған. Соны түріктер қамысты алып тастап, астына фундамент құйды. Ойлаңызшы, қамыстан фундамент. Оның кереметтігін неде? Қамыс ешқашан шірмейді екен. Және мықты жатады. Ылғалдың бәрін өзіне сорып алады да қабырғаға жібермейді екен. Міне қасиеті қандай. Міне Ахмет Яссауидің жан-жағы артқы қапталы, толығымен Құранмен жазылған қабырғаларының бәрі. Тағы бір қызық айта кетейін. Енді бәрі Алланың қолында ғой. Бірақ та адамдар айтады, мынау тілеу ағашы дейді. Осыдан 20 жыл бұрын естігем. Осы жерде болғанбыз. 2 ағаш болатын жерде. Тек қана міне біреуі ғана қапты. Осы жерге қарап, мына құбыла жаққа қарап отырып, адамдар келіп тілеу тілейді екен, сол тілектер орындалады екен. Міне қалған ағаштың біреуі осы деп айтылады. Шындық барыңыз ба? Мынау мал, жылқыларына келіп қоятын қоралар. Міне мавзолейдің өзі әдемі ақ жаңа стильмен салынған. Міне көгалдандыру қалай процесс жүріп жатыр. Тағы да бір қызығы, бұл жерде мавзолейдің ішінде 400-ге жуық хандар, билер, ғалымдар, батырлар жерленген дейді. Бірақ та адамдар баспасын деп бір бөлмені толығымен қазып, 400-ге жуық сүйектерді алып, сол жерге қалап, қайтадан көмген дейді. Мынау міне қараңыздар. Енді жақындап келейік. Адамдар айтады, мына ағаштарды кесіп тастау керек дейді. Міне көріп тұрсыз ағаштарды. Бірақ та бұл ағаштың да құпия сыры бар. Оның құпия сыры мынада. Ол қабырғаның ішімен өткен және сыртқа шығып тұр, әдейі шығарған. Күн сәулесі түскен кезде ағаш қызиды. Ал ағаштың қасиеті, қабырға дым болатын болса, жаңбыр, қар, тұманнан дым болатын болса, жаңағы ағаш оны кептіріп жібереді. Жеті металдан жасалған міне алдыларыңызда тұр. Олардың қасында күнмен көтерген.